Қайтыс болған Салтанат Нүкенованың туысқаны видео үндеу жасады. Добрый день, меня зовут Айтбек Амангелді, я старший брат Салтанат. Үндеуінде ол оған күн сайын көптеген қыздар өз оқиғаларымен бөлісетінін және олардың көпшілігі шұғыл көмекке мұқтаж екендігі туралы айтты. Тең емес шайқаста қыздардың жалғыз қалған жағдайлары көп. Олар барлық мүмкін әдістерді қолданады, бірақ өздерін қауіпсіз сезінбейді екен. Нүкенованың інісі осындай мұқтаж адамдарға көмек беру үшін арнайы ақпарат сауалнамасын толтыруды ұсынды. Бұл сауалнама отбасында ер кісілерден зәбір көріп жатқан әйел кісілерге көмек беру үшін ақпаратты қалдыруға арналған. Видео үндеуге желі қолданушыларды үнсіз қалмады. Неге әпкеңе көмектеспеді? Айналадағылардың бәрі оның ұрып жатқанын біліп үндемей отырды, бірақ қазір ауыздары ашылды. Сіз көмектесіп жатқаныңыз жақсы, бірақ бұны мемлекет қорғау керек. Салтаға ешкім көмектеспегені өкінішті. Осындай қыз келіншектерге көмек көрсететін үлкен орталық ашыңыз. Атын Салтанат деп қойыңыз, сбор ашыңыз. Менің ойымша көмектескісі келетін қыздар жетерлік. Салта екеуміз бір досымызға күйеуінен қашып кетуге көмектескен оқиға болды. Бұл оқиға 10 жылдан астам бұрын болған. Қазір онымен бәрі жақсы. Көбінесе жақын жерде ағасы, отбасы, досы жоқ қыздарға осындай көмек қажет. Сонымен қатар зорлық-зомбылық көрсетушілерге қыздарды мүмкіндігінше барлық әлеуметтік байланыстардан ажыратуға тырысады. Олар достарымен сөйлесуге, әлеуметтік желілерді жүргізуге немесе үйде шағымдануға мүмкіндік бермейді. Олар қыздарды бұл өз таңдауы болды, өздеріне күледі, ешкім көмектеспейді деп айыптайды. Мен сұрақ қоймастан немесе айыптамай көмектесуге дайынмын. Қол ұшын созып ағымдағы шұғыл жайттармен көмектесу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, өтінішпен көмектесу, прокуратураға хабарласу және тағы басқа. Көбінесе қыздар үйде жалғыз қалудан қорқады, деді қайтыс болған Салтанат Нүкенованың інісі.